жылдан бері оқып, өніп лейтенант болып, бірінші службаны, оперативтік службадан бастадым Орал университетінен. Одан кейін келес ауданды басқардым. Зам болдым, бірінші зам болдым. Центральный аппарат МВД 8 жыл жұмыс жасадым. 2 комитетті басқардым. Оны 35 жыл. Бірақ енді жұмыс оңай емес. Жаңа сен сұрадың. Мен сағат 7-те 15-те жұмысқа келемін. 9-да жұмыстан кетемін. Кешке жолдан. Осы жерге келіп, жаңағы камераларды көріп, таң қалып қалдым десем де болады. Өйткені көшеде жүргенде біз сыртымыздан осылай бақылайды деп мүлде ойлаған емеспін. Осындай тіпті жақындатып көрсетуге де мүмкіндік бар екенін білдім осы жерде. Мысалы, осы кейде білмей осы заңды бұзып қоятын кездеріміз де болады. Әрине заң бәріне бірдей болады. Және осы заң бәріне бірдей екенімізді дәлелдейтін бірден-бір осы камералар десек те қателеспейміз. Әр мектепте, әр жақта қандай бұзықшылар болатқанын көресің, жолда ережелер бұзғандарды көресің. Атап өткендей жаңа ғана болды, бізге таныстырып өтті, полиция қызметкерлерінің өте бізге айбынды екенін көрсетті, бізді сондай айбындылыққа, тәртіптілікке үйретті. Балаларымыз бүгінгі таңда жылғы балалар жылына байланысты, полиция департаментімен барлығымен байланыста болып, көптеген іс-шараларда көздерін жеткізіп, бүгінгі таңда өздерінің алдына қойған мақсаттарына көптеген өзгерістер енгізіп, болашақта қандай мамандық иесі болу керек екенін, еліміздің өсіп-өнуіне қандай үлес қоса алатындарына толық жауаптар алып шықты деп айта аламын.